Қайырлы күн. Эфирде бәріміз үйдеміз жобасы. Қаладағы жүріс-тұрысқа шектеу қойылғанына байланысты үйде отыруға мәжбүр сіз бен біздің күніміз қалай өтіп жатыр? Таңымызды алғыс айтудан бастап жатырмыз ба? Әлде өмірге өкпеліміз бе? Ойлап жүрген ойымыздың өзі үлкен күшке екенін білесіз бе? Бүгін біз позитивті ойлаудың жемісі жайлы қазақ әйелдеріне психологияны қарапайым тілмен түсіндіріп жүрген Құралай ханыммен сөйлесіп көрейік. Құралай ханым, амансыз ба? Қалыңыз қалай? Саламатсыз ба, Аида? Саламатсыздар ма, қымбатты көрермендер? Ал сіздің таңыңыз қалай басталады? Мен осы бір айлық карантинға қосылғалы бері өзім инста әлемде, осы әлеуметтік желіде қазақ әйелдеріне арнап тегін осындай өзімнің білетін барлық осы уақытқа дейінгі білімімді ақпараттармен бөлісіп, таңғы 6:30-да дұға тілек тілеуге бәріміз бір уақытта отырып, осы қазақ еліне, жер анамызға тілек деп бастап жүрміз. Бүгін міне 22-ші күн болды. Енді қазір алғыс айтудан гөрі өмірге өкпелеген 42 мыңды қалай алып қалсам дейтін кейбір азаматтар да бар. Адам басына қиындық түскенде, әсіресе қаржылай қиындықтарға тап болғанда, психология бұған қандай шешім айтқан болар еді? Аида, енді бұны психология ретінде емес, қазақ әйел ретінде, азамат ретінде айтқым келеді. Бізге келіп жеткен қазіргі індет, қазіргі ауру біріншіден қазақ айтады ғой, анау төбенің басында көрінді да. Біздің елге бірінші келсе қайтер едік. Мысалы, біз қазір сол Қытайға, сол Италияға қарап отырып, билігіміз, өкімет тез жиыла қалды. Бізді карантинға кіргізіп, қандай да бір тәртіппен ретте келтіріп жатыр. Сондықтан біз соны саналы түрде сезініп, әрбір азамат, біз мына күнделікті қазақ айтады ғой, 3 күндік азығын ойламаған, 3 айлық жазын ойламаған әйелден қорық деп, шүкірімізді айтып, тәубемізге келіп, соған бір жинақталып, мына қазіргі індеттің өзі де бір тәртіпсіздіктен пайда болған деп ойлаймын. Бейберекетсіздіктен. Бізді неге үйімізге әкеліп қойды? Отбасыңа қара, балаңа қара деп, сондықтан соны бір ойлану арқылы кішкене өзімізді жинақтауымыз керек секілді. Енді қазір бәріміздің үрейіміз ұшып, ертең не болар екен деп күнде сары уайымға салынатын болдық қой. Мына ойдың өзі ісіңе тіпті болашағыңа әсер етеді деп жатады. Сіз бұл тақырыпты жақсы зерттеген едіңіз. Қандай пікір айтасыз? Қазір бұрынғыдай сөз емес, ойдың заманы дейді. Бұрын біз сөзге тоқтасақ, мақалды жақсы көрсек, біздің аналарымыз, әкелеріміз. Біздікі қазір мына жылдамдықтың заманы болғаннан кейін әрбір ойымыз маңызды екен. Мысалы, сен кешке қандай оймен ұйықтадың, таңертең ол ойың геометриялық прогрессиямен өсіп шығады екен. Сондықтан кешке жатарда әрдайым мына жақсы аффирмацияларды айтып, өзіңізді жақсылыққа тәрбиелеп, бәрі жақсы болатынына сеніп, балаларға соны сендіріп, үміт, сенім, махаббат. Біз жаңағы көп жағдайда үміттен айырылып қаламыз, сенімнен айырылып қаламыз. Жақсы болатынына сенбейміз. Сондықтан ең бірінші ол үміт береді. Қазір кішкентай ғана қолдаудың өзі ауадай қажет. Карантин уақытында мүмкіндігі шектеулі жандар мен зейнеткерлер байланыссыз қалмау үшін Билайн оларға 300 минут пен 30 гигабайт интернет трафикті тегін ұсынып жатыр. Билайн жарқын өмір сүруге тыйым жоқ. Сіз ауылдан өсіп өніп шыққан кезіндегі қарапайым ғана әйелсіз. Қазір миллиондаған келіншек сізді таныйды, ақылыңызға құлақ асады. Үйде күйеудің тапқанын неге жеткізерін білмей салысуға кеткен әйелдерге не айтасыз? Құралай ханымның құпиясы неде? Оның әрбір нәрсенің құпиясы ол қарапайымдылық. Қарапайым нәрселер, мүмкін менің қазіргі айтатын нәрсемде сіздерге бір ой осақ па деген секілді ой тудырар. Тек қана жаңағы еңбектендім. Аффирмация жаз дедім, мен мысалы ойланып отырған жоқпын. Ол маған қолданысам келе ма, ол маған көмектесе ма, немесе жаңағы дұға оқу керек десе, ол сонда мен деген ақша келе ма маған, мен қарызымды кетіре ма деген секілді айтпадым. Мына әйелде ең бірінші ішкі әлемінде сары уайым деген болады екен. Әсіресе қазақ әйелдері. Біз өте бауырмалмыз, біз өте жан-жақты ойлап қалғанбыз, өзіміздің төркінімізді де, басқа жұртымызды да, қайын жұртымызды да, көршілерімізге дейін тіпті біз жаңағы жанымыз ашып жүгіріп жүретін әйелдеріміз. Сол уайым деген, мына сары уайым деген бір іштегі энергияны деп айтсам болады. Іштегі бір өзіңіздің қиындығыңызды айналаңыздағы ер адамдарға беріп тастасаңыз. Ер адам уайымдаса, ол өседі екен.
ол жігерленеді екен, ол қуаттанады екен. Ал керісінше әйел адам уайымдаса, ол өзі өше береді екен. Мына энергиясы өшеді екен, күші азаяды екен, ауру келеді екен. Карантинде әйелдер ас үйден шықпай қалды, күйеуі мен баланың 3 мезгіл тамағы бар, басқа да тірлігі бар деген сияқты. Кейде шаршап жатады, ашуланып жатады. Жалпы әйел керісінше осы дүниелерден күш алатынын көбіміз түсінбей жүрген сияқтымыз ба? Иә, дұрыс айтасың, Аида. Мысалы, мен жаңа айттым ғой, ауылда отырған кездегі құпияң не деп, сол жетістікке жету құпиямның өзі қарапайым үйдегі шаруаларды істей жүре, мен енді көп балалы ана болғасын, ол менде 2 есе көп, иә, ол жұмыс. Соларды істей жүре, мен өзіме бір энергия аламын, күш аламын. Мысалы, жаңағы кірімді жуып жатып, ішімнен мысалы, ол мүмкін қайын жұртпен бірге тұрғанда ол көбірек болуы мүмкін, иә, ол енеңнің, ол қайнағаңның, ол басқа кісілердің үйдегі жуып жатып, мен жаңағыдай өмірімдегі бір қандай да бір негативті нәрселерді жуып жатқан секілді. Әрбір қазанымды жуып жатып, бойымдағы бір жаман мінезімді жуып жатқан секілді. Кеңістік ол ешқашан ұмытпайды екен. Әр нәрсенің өзінің еңбектің түбінде бір берекесі бар. Құралай ханым, енді атамыз қазақта жақсы әйел жаман еркекті адам қылады деген сөз бар. Әйел өзінің өмірлік серігіне қалай қанат бітіре алады, еңсесін қайтып көтере алады? Жақсылықты көрумен. Жақсылықты көрумен, қазақта жақсы көру деген сөз бар. Бізде мысалы орыстықтардың «Я люблю тебя»сы бізде жақсы көру аударылады көп жағдайда. Біз жақсылықты көрмей кеткен адамдарымыз қазір. Күйеуі әйелінің жақсылығын көре алмайды, төбеме шығып ойлап кетеді, жаңағы басып алады мені, билеп кетеді деп. Әйел өзінің күйеуін жақсы көре алмайды, жаңағыдай бұл да мені басқарып кетеді деп. Баласы жақсы көре алмайды, бұзық болып кетеді, тәртіпсіз болып кетеді деп. Жақсылықты көре алмаймыз, иә. Біз керісінше жамандықты көреміз. Ал жамандықты көру деген, ол жаңағы психологтар айтады, минус энергия дейді. Ал минус деген қазақша алу. Сонда сен күйеуіңнің жақсылығын аласың да, жамандықпен оны толтырып қоясың. Сонда ол бір күні, күндердің күнінде жиналып, бір жылдан кейін ол саған айдаһар болып, аждаһа болып, сенің жаңағы бүкіл ажырасуға немесе қандай да қиындықтарға душар болады. Сондықтан кішкентай ғана нәрселерден басталған дүние ол үлкен жақсылықты алып келеді. Қазір енді аналардың барлығы мына онлайн оқумен бас қатырып жүр ғой. Сіздің де 6 балаңызда сабақ оқып жүр ме? Жүйкеңіз сыр беріп жатқан жоқ па, Құралай ханым? Енді менікі бәрі шұбырлаған 1-ші класс емес қой. 8, 7 деген секілді былай төмен. Мен бұл онлайн оқуға өте қуанып отырмын негізі. Біз мектепке кіргізе сап баланы қашып кететін ата-аналарымыз, енді білмеймін, енді 90% жақсы ата-аналар бар шығар, күнделікті оқып үйреніп отырған. Керісінше мен қуанып жатырмын. Біз мысалы қарап жатырмыз, түсініп жатырмыз, мұғалімдерді түсініп жатырмыз, баламызды түсініп жатырмыз. Оның жаңағы күнделікті ол тәртіп қой. Жаңағы айғайлап әлеуметтік желіде түрлі нәрселерді жіберіп жатқан әйелдер, олар менің ойымша жалқаулықтан деймін. Тып-тыныш, құлағым тыныш болып, ұйқым қанса, жаңағы балам мектепке бір жаққа кетіп қалып оқып келсе деген ойда, ал бірақ ана баламен айналысып жұмыс істеу арқылы, ол балаға біз қазір құдаймыз, баланың біз идеалымыз, авторитетіміз. Баламен отырып бір нәрсе жасағаным, ол үлкен балаға деген ертеңгі жаңа жетістігі. Сондықтан менің ойымша бұл бізді бекерден бекер қазір жаратушы өстіп жасап қойған жоқ. Анасы бақытты отбасыда бала бақытты болады екен. Ол ажырасты ма, жоқ ол жалғыз тұр ма, жоқ оның атасы бар ма, оның папасы бар ма, маңызды емес. Ең бастысы ана бақытты. Сондықтан осыны саналарға құйып алсақ екен, балаға жақсылықты ғана программаласақ екен. Тамаша, Құралай ханым, рахмет. Алтын уақытыңызды бөлгеніңізге, осы аз уақыттың ішінде пайдалы ақпаратпен бөліскеніңізге, бақытты аналарымыз көп болсын деп өзіңізбен қоштасамыз. Сау саламат болыңыздар, амандықта жүздесейік. Ал қазір аздаған жарнамадан соң эфирге әріптесім Наталья Райм үркер тобының әншісі Айдос Сағатовпен онлайн байланысқа шығады. Арнамыздан ауыспаңыздар. Добрый день, в эфире «Бәріміз үйдеміз», и мы продолжаем делиться с вами позитивными новостями и хорошим настроением в период карантина. Я Наталья Райм, и сегодня мой онлайн-гость, человек, который удивляет, вдохновляет миллионы людей. Его песни напевают как дети, так и взрослые, а весной одна из его композиций звучит практически в каждом доме. Это певец, композитор, музыкант Айдос Сагатов. Добрый день, Айдос. Добрый день, Наталья. Рад вас видеть. Айдос, сейчас вся страна переживает карантин. Как ваш проходит день вот в изоляции такой? Знаете, я вот
так скажу, наверное, за все это время начинается уже такое более-менее философское отношение ко всему. Период такой, да, уже пошел. Поэтому я скажу, что, наверное, самая страшная изоляция — это когда люди изолированы у себя в голове. Вот. Главное вот здесь быть свободным. Вот. А что касается вот каких-то физических ограничений, я, честно говоря, сильно их не испытал, потому что моя жизнь, в общем-то, мой режим сильно не поменялся, потому что когда я не гастролирую, не даю концертов, не хожу на репетиции, на съемки, я все равно нахожусь дома и работаю из дома. Знаю, что у вас супруга с Юлей, двое очаровательных детей. Это сын Жангир и доченька Беата. Вот чем они занимаются? Как-то помогают вам? Ну, знаете, с детьми так, лишь бы не мешали. Вот, наверное, самое сложное — это все-таки с детьми проводить весь день, да, потому что раньше они уходили в школу, и как-то И была свобода какая-то. посвободнее, да, а так они везде лезут, они везде наполняют собой все пространство, так сказать, от них не скроешься. Поэтому вот буквально на днях я пригласил жену на свидание в машину. Говорю, давай сбежим от детей, посидим в машине, включим радио, чего-нибудь там быстренько попьем и перекусим, и вернемся домой. Вот такое надо было. Айдос, это замечательный лайфхак. Это замечательный лайфхак. Честно говоря, странно вот слышать вот эти вещи, когда люди там говорят, что они на грани развода, там, из-за того, что приходится вместе быть. Мне кажется, это такая ерунда, потому что если есть любовь и взаимопонимание, и наоборот, я, например, радуюсь, что я больше времени провожу с супругой, да, с детьми. И вообще я бы вот многим посоветовал, тем, кто вот сейчас сложно переживают эту вынужденную изоляцию, потому что люди разные, есть люди, которые привыкли все время мыслить действиями, да, вот есть люди очень такие деятельные, которым нужны движения, постоянно перемещаться с места на место, и вот им кажется, что они все время что-то делают и крутят землю вперед, да. Вот таким людям я бы посоветовал, наоборот, сейчас расслабиться, взять эту паузу. Это сейчас очень хороший период для того, чтобы смотреть не вокруг, а посмотреть внутрь себя. Я бы вот порекомендовал, например, сократить потребление мяса, возможно, да, вот в этот период. Будет очень хорошо. Или, наоборот, денечек поголодать, или там посидеть на воде, на фруктах хотя бы сутки. Это будет очень хорошо, потому что сейчас вам не нужно столько энергии, вы находитесь дома, и вы это перенесете легко. Вы всегда сможете прилечь, если вы вдруг почувствуете слабость. Но на самом деле после этого вы, наоборот, почувствуете прилив энергии. С недавнего времени вегетарианец, правда, да? Вы отказались от мяса? 7 лет. 7 лет. 7 лет уже. 7 лет, да. Айдос, у меня вот такой вопрос. Смотрите, а как проходит в вашей семье распределение обязанностей? Сейчас даже многие казахстанцы шутят, что выносит мусор тот, кого не жалко из семьи, да? Как у вас? Ну, у нас вообще обычно было... Ну, вообще это вынос мусора, это обязанность сына. Мусор и пылесосить — это вот его. Но обычно кому по пути. Вот кто собирается. Но в данном случае никому не по пути. В данном случае придется... Тот и несет, да. Вот так. У нас нет каких-то вот таких жестко привязанных обязанностей. Ну, супруга, разумеется, готовит на всех. Сейчас вот на мне завтраки сейчас, потому что как-то хочется, чтобы она отоспалась, да. И поскольку я все равно рано встаю. А вот что вы готовите? Айдос, а что вы готовите на завтрак? Я освоил, пока был в карантине, освоил новый рецепт омлета. Я специалист по омлетам. И вообще все, что из яиц там готовится, это вот моя тема. Значит, пою вот так вот в камеру гораздо чаще, чем это было до карантина. Кому-то что-то записать, да, отправить, какие-то слова поддержки, целыми коллективами обращаются. Да. Вот недавно мы, например, с Рустамом записали несколько песен и зачитали целый список врачей, ну, в поддержку медиков наших, которые вот сейчас находятся, так сказать, на острие, да, вот этой борьбы. Сколько-то там большими списками зачитывали фамилии, пели для них песни. Для вас тоже что-нибудь давайте. Давайте, спойте для наших телезрителей тоже песню. Инструментик стоит. Какой-нибудь из своих песен, да.
Дождь моросил, мелькали огни такси. Чудо, что я видел тебя среди дождя. Словно гроза пришла, унесла горы. Я будто сам не свой. Я буду рядом, я буду там. Мне ничего в ответ не обещай. Скажи мне взглядом взамен словам, что ты мне рада, что ты мне рада. Я буду там, я буду там. Мы вам все аплодируем. Это здорово. Айдос, Спасибо. раз вы сказали, что вы чаще стали петь, вот так вот в камеру, Да. ваши соседи как реагируют? Мне кажется, они сразу окна Нормально, открывают и они слушают. привыкли. Они все знают, кто здесь живет. Вот я хочу сразу спросить про творчество. 28 марта вы, группа Уркер, дали онлайн-концерт. Каково вот перестраиваться к новым реалиям? Ну, это был интересный опыт. Мы предполагали, что такое когда-нибудь все равно случится в эпоху интернета, там, соцсетей и так далее. Мы понимали, что к этому надо быть внутренне готовым. Ну, и мы, в принципе, всегда готовы играть, потому что мы, как все нормальные профессиональные музыканты, регулярно собираемся на репетиции, да. Вот, как вот спортсмены тренируются перед соревнованиями, мы собираемся на репетиции. Вот, поэтому для нас эта идея была, в принципе, морально не новая. Да, было немножко странно не слышать аплодисментов, криков, улюлюканья и реакции аудитории, но мы быстро освоились. Доча подошла. Доча, Ой, да, я хотела Бетти, позвать пойдем к нам. Она тут вашу стоит дочь, уже звезду в дверях. Инстаграм. Давай, что-нибудь скажи. Вот эта тетя Наташа, видишь? ее? Беата, Это приветствую это тебя. Беата, дочь моя, да. Беата, я смотрела в Инстаграм твои советы, вернее, уроки актерского мастерства. Кто был твоим идейным вдохновителем? Расскажи, пожалуйста, кто монтирует это все, кто выкладывает? Папа помогает? Мама. Мама помогает. Мама режиссер у нас, да. Всех этих Это вещей. здорово. Можешь какой-нибудь вот совет или скороговорку, вот что-то вот и уже из того, что ты умеешь? Может, песню споешь? Может быть, песню Песню споешь? А ты не собираешься ничего спеть? Ну, пожелай что-нибудь людям, хорошо. Что сейчас вот всем людям хочется каких-то добрых пожеланий. Всем дома скучно. Хорошего дня, новых друзей, чтобы в вашей семье всегда был мир и согласие. Как работать по удаленке дома? У Билайн есть отличное предложение – проект Biflex. Это способ сохранить баланс работы и личной жизни. Ищем позитив во всем происходящем. Он есть. Напоследок хочу попросить вас, Айдос, обратиться к казахстанцам с напутствием, как важно сейчас оставаться дома. Ну, тема изоляции – это, в общем-то, все, о чем мы говорили на протяжении всего нашего эфира. Ну, давайте тогда повторюсь о том, что да, это важно, потому что важно не допустить распространения вот этого вируса, каким бы он там ни был, и для этого очень важно оставаться внутри. Я благодарю вас, Айдос, за позитивный настрой, за то, что нашли время, показали, как можно действительно не скучно проводить дома в карантине. Спасибо вам тоже. Всем привет, желаю всем счастья, будьте здоровы. Спасибо и вам успехов. Я с вами прощаюсь до завтра. Мы будем вновь разговаривать с интересным гостем. Вдохновляем, помогаем и делаем это с удовольствием. Ярко жить не запретишь. И все для того, чтобы вы оставались дома. Увидимся.